Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нурик. Бүгін мен сіздерге 2004 жылы шыққан «Рассвет мертвецов» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Сіздердің алтын уақыттарыңызды үнемдеп жасаған видеома лайк баса кетсеңіздер, қатты қуанатын едім. Ал ендеше кеттік. Анна қала ауруханасында медсестра болып жұмыс жасайды. Бүгін оларға барда төбелесіп, тістелген біреуді әкелді. Әйел пациент туралы ақпарат біліп демалуға кетеді. Дәл осы сәтте мойнынан тістелген тағы біреу келеді. Анна үйіне келе жатып, радиодан қаладағы түсініксіз жайт туралы естиді. Алайда жаңалықтарға мән берместен өлеңге ауыстырады. Кешке Анна жұбайымен қосылды. Бұның кесірінен шұғыл жаңалықтарды жіберіп алады. Таңертең Аннаның жұбайы оянып, үйден көрші үйдің қызын көреді. Ер адам оған көмектеспек болып жанына барғанда, қыз оны тістейді. Анна оны итеріп, есікті жауып алады. Сосын қансырап жатқан күйеуіне жедел жәрдем шақырмақ болады. Алайда дәл сол сәтте күйеуі өзгеріп, оған атылады. Әйел оны итеріп ваннаға тығылды. Сосын терезе арқылы шығып, сыртта болып жатқан түсініксіз жайттың куәсі болады. Анна көлігіне мініп, қауіпсіз жаққа кетуді шешті. Ол жолға тоқтаған кезде біреу оның көлігін тартып алмақ болады. Анна одан құтылды. Тек қашам деп жолдан шығып кетеді де ағашқа соғып есінен танып қалады. Анна оянса, алдында полиция Кеннет тұр екен. Полиция оның сау екенін аңғарып, өзімен еріп кетуге келісім береді. Кішкенеден соң олар 3 адамды кездестіреді. Олар Майкл мен Андре және оның жүкті әйелі Люда. Бесеуі бірігуді шешті және қауіпсіз жер іздеп сауда орталығын табады. Ғимаратқа жеткенде оларға зомбилар шабуылдайды. Полиция есікті атып, тірі қалғандар қауіпсіз жерге кірді. Бесеуі аймақтың қауіпсіз екеніне көз жеткізу үшін бөлініп тексеруді шешті. Іште зомбилар бар болып шығып, тірі қалғандар олармен күреседі. Бесеуі ауруларды өлтіріп, жоғарыға көтерілу үшін лифтіге кіреді. Алайда ғимаратта басқа да адамдар бар екен. Олар күзетшілер және бұл жер біздікі деп кетулерін бұйырады. Адамдар ұзақ жанжалдасып, ортақ шешімге келді. Күзетшілер оларды кіргізеді, тек бір шартпен. Олар қаруларын тапсырулары керек. Андре әйелі Людамен әжетханаға келді. Ол мұнда әйелінің қолындағы жарақатты көріп, зомби тістегенін біледі. Күзетшілер бірінші этажда аурулардан тазартуды шешті. Ал қалғандары шатырға шығып, аспандағыларға көріну үшін көмектесіңдер деп жазады. Кішкенеден соң олар қару сататын дүкеннің шатырында тұрған Энди есімді адамды байқайды. Түнде күзетшілердің бастығы Си-Джей бағанағы бесеуін басқа бөлмеге кіргізіп, сырттарынан кілттейді. Ертесі күні сауда орталығына бір жүк көлігі келеді. Си-Джей мен Барт оларға көмектесуге қарсы болды. Олар ауру болса не істейміз деген сұрақ қояды. 3 күзетшінің бірі Тедди жүк көліктегілерді құтқару керек деп достарына қарсы шықты. Сол кезде басқалары шап беріп, Си-Джей мен Барттан қаруларын тартып алады. Сауда орталығындағылар жоспар құрып, көліктегі адамдарға есік ашып көмектесті. Полиция Кеннет Форт-Бастерде ағам бар деп, сол жаққа барам дейді. Бірақ та жүк көлікте болғандар, ол жақты көрдік, зомбилар толы деді. Полиция шатырға шығып, тағы да Эндиді байқайды. Олар қағаз арқылы бір-бірімен тілдесті. Жүк көліктегі 2 адам ауру болып шықты. Біріншісі осы әйел, ал екіншісі Фрэнк, Никольдің әкесі. Әлгі әйел өлді. Алайда лезде оянып, қалғандарына шабуылдайды. Анна тез қимылдап, зомби әйелді өлтіреді. Осы кезде олар бұл аурудың тістеу арқылы жұғылатынын түсінеді. Майкл тістелген Фрэнкті еске түсіріп, оны өлтіру керек деген шешім қабылдады. Қызы Николь бұлай істемеулерін өтініп жалынады. Бірақ та адамдар оны бостандықта ұстап тәуекел еткілері келмейді. Николь әкесімен қоштасқасын, Кеннет Фрэнкті қамап кілттеп тастайды. Андре әйелінің жарасын еске түсіріп, оның да зомбиға айналатынын түсінді. Әйел де бұны біледі. Сол себепті де бәрінен бөлініп, басқа бөлмеде жүр. Жұп ешкімге ештеңе айтпай, барлығын құпияда ұстауды шешті. Бірнеше сағаттан соң Фрэнк есінен танды және зомби күйінде қайта тіріледі. Сыртта күзетіп тұрған Кеннет оны атып өлтірді. Ғимараттың сыртына зомбилар жиналуда. Олардың санында шек жоқ. Тірі қалғандар болса мұңайып отырмай, барынша көңіл көтеруде. Осылайша күндер өтуде. Бір күні кешке ғимараттың жарығы өшіп қалады. Майкл, Си-Джей, Барт және Кеннет генераторды жөндеуге кетті. Олар мұнда итті кездестіреді. Сол сәтте оларға зомбилар шабуылдайды. Олардың бірі Бартты тістеп алады. Сосын қаша алмай қалған жігітті жеп тастайды. Қалғандары қашып үлгерді және ауруларды өртеп жібереді. Бұл уақытта Люданың толғағы басталды. Андре өзіміздің қолымыздан келеді деп әйелін байлайды. Көп ұзамай Люда өледі және зомби болып тіріледі. Андре әйелінің ішінен баланың қозғалғанын естиді және де баланы аман алып қалу үшін әйелін босандыру туралы шешім қабылдайды. Кішкенеден соң оларды тексеруге Норма келеді. Ол Люданың зомби екенін көріп, атып өлтіреді. Бұған ашуланған Андре Норманы атады. Кемпір өлмес бұрын Андрені атып үлгереді. Осылайша екеуі де бір-бірін атып өлтіреді. Атыстың дыбысын естігендер жүгіріп келеді. Олар зомбиға айналған баланы тапты. Барлығы не істерін білмей тұрғанда, Анна оны өлтіруді өз мойнына алады. Тірі қалғандар не істерлерін білмей отыр. Оларға жаңа жоспар керек. Стив өзінің жағалауда тұрған қайығын еске түсірді. Оған мініп, адам аяғы баспаған аралға қашуға болады. Стивтің өзіне бұл жоспар ұнаған жоқ. Алайда басқалары бұдан тірі қалудың жолын көрді.
Сауда орталығында 2 автобус бар. Олар автобустарды дайындап, сауда орталығынан қашуды шешті. Қару сататын жердегі Эндиді де ұмытпады. Арада бірнеше күн уақыт өтті. Адамдар автобусты қауіпсіз, мықты қылып өзгертуде. Майкл мен Аннаның арасында сезім пайда болды. Полицей шатырға шығып, Эндиге құтқаратындарын жеткізді. Энди, тездетпесеңдер болмайды, азық-түлігім таусылды дейді. Кеннетке идея келді. Ол бағанағы ит арқылы Эндиге тамақ пен рация жеткізуді шешті. Итті таңдаған себебі зомбилар оған қызықпайды. Николь оларды тоқтатпақ болады. Бірақ зомбилардың арасынан емін-еркін кетіп баратқан итін көріп тынышталады. Ит ақыры қару сататын дүкенге жетті. Алайда зомбилар оның кірген жерін байқап, артынан ереді. Рациядан атыстың дыбысы естілді. Сосын Энди рацияны алып, тамақтың жеткенін айтады. Алайда зомбилар оны тістеп алыпты. Жақындарының бәрінен айырылған Николь итке бауыр басып қалған еді. Ол басқаларына ескертпестен жүк көлікке отырып қару дүкеніне кетеді. Полицей шатырға шығып, Эндидің зомбиға айналғанын байқайды. Және ол Никольдің келгенін естіп қалады. Кішкенеден соң Николь рацияға шығып, итті құтқарып, шкафқа жасырынғанын айтады. Анна және басқалары қызды құтқару туралы шешім қабылдайды. Олар қару дүкеніне канализация арқылы баруды шешті. Сыртқа шыққасын оларға зомбилар шабуылдайды. Адамдар олармен атысып, дүкенге кіреді. Қуанышқа орай бәрі аман есен. Ішке кіріп, олар шкафтағы Никольді жемек болған Эндиді көреді. Оны өлтіріп, ит пен Николь тірі қалды. Дүкен қарумен оқтан толы. Адамдар қаруланып алды. Енді кері қайту қалды. Оларда жоспар бар. Сиджей кері қайтатын жолдағы баллонды жарып, жолды тазартады. Барлығы канализацияға түсті. Тек Таккер есімді адам құлап кетіп, аяғын сындырып алады. Зомбилар канализацияға ағылуда. Сиджей Таккерге 2 тапанша беріп, сүйреп келеді. Екеуі жақсы келе жатыр. Тек оқ таусылып, зомбилар Таккерді өлтіреді. Таккер Сиджейге "мен ат" деп жалынды. Сиджей оның қиналғанына шыдамай, басынан атады. Сосын басқаларының артынан кетеді. Барлығы жиналып жоғарға көтерілгенде, есіктің ар жағында болатын Стив жоқ болып шықты. Тірі қалғандар екі оттың ортасында қалды. Бірақ дер кезінде келген Анна оларды құтқарады. Есікті жабу қиын болды. Зомбилар ішке кіре бастады. Адамдар қашып лифтке кірді. Сосын автобустарына отырып, сауда орталығынан қашады. Басында бәрі жақсы болып, олар зомбилардың ортасынан өтіп келеді. Бірақ Глен есімді шошақай паника болып, Моника есімді қызды өлтіріп алады. Кеннет бұрылыстан өте алмай, автобустардың бірі аударылып кетті. Кеннет пен Дерис тірі қалды. Стив зомбиға айналды. Анна оны өлтіреді. Зомбилар қызықтан құр қалғандай жүгіріп келеді. Анна қайықтың кілті Стивте екенін еске түсіріп, оны іздей бастады. Анна автобусқа кешігіп келді және оны құтқармақ болған Майклды зомби тістеп алады. Автобус жағаға келді. Адамдар көлікті тастап, қайыққа қарай жүгірді. Сиджей басқаларына кедергі болмас үшін аурулардың назарын өзіне аударады. Соңында басқалары үшін өзін құрбан етеді. Ол автобусты жарып, зомбилардың жолын жауып тастайды. Майкл тістелгенін айтып, бөлінуді шешті. Ол ғашығы Аннамен қоштасты, сосын өз-өзін атып өлтіреді. Фильмнің соңында қайықтан Анна, Кеннет, Николь және итті көреміз. Олардың суы мен тамағы таусылды. Бір күні олар аралды кездестіреді. Қуаныштарында шек жоқ. Алайда аралға жеткен кезде олардың алдарынан зомбилар шығып шабуылдайды. Және кино ең қызық жерінде аяқталып қалады. Осылайша фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, комментке осы кино туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнамыздан шығатын келесі видеоларды жібере алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нурик. Келесі кездескенше.